Генетика 50% анадан, 50% әкеден тарайтын болса, онда қыздың баласын жиен ел болмайды деп бөлу, ол біздің салт дәстүрімізге қайшы деген болатын. Сіздіңше бұл дұрыс па? Өте дұрыс айтады. Бұл енді ғылыми дәлелденген бүгінгі заманауи медициналық ғылымда анықталған нәрсе. Желіде Баян Мақсатқызының сәлем салмаймын деген бір-екі ауыз сөзі үлкен дау туғызып жатыр. Осы сәлем салу деген бізде қашаннан бері бар. Жалпы сыйластық еңкеюмен біте ме аға? Адамға бас ию ол жаңағы күпірлік. Қазақ қыз баланың пәктігіне аса назар аударған, иә? Тіпті қазір ақ жайманы алып далаға жайып қоятын жағдайларды да естіп жатырмыз. Осы ақ жайманы жайып қою деген қазақта бұрыннан бар ма? Ол өте сорақылық нәрсе, ондайға бару деген адамгершілікке де, дәстүрге де, заңға да саймайтын нәрсе. Жүрегі пәк болса, тәні пәк болса, жаны таза болса, сүйіспеншілігі адал болса болды ғой. Бала 1 жасқа толған кезде нағашылары қазір үйіп төгіп дүние әкелетін болған. Тіпті 5 жасына дейінгі ойыншықтары, киім кешегі, бесігі. Соң кешіп жатқан кезде, тілін ашып жатқан кезде, оны тек нағашы жағына ғана жүктемейді оны. Ондай белгіленген дәстүрде, ондай белгіленген заңда, ондай белгіленген әдетте, ғұрыпта жоқ. Байқасаңыз, біз өлімді торқалы той етіп алған сияқтымыз. Өлім болып жатқан үйге барып, дастарханын сынап, мінеп кетеді. Адам қайтыс болған үйде бұрынғы замандарда кереге басына дейін қан толып тұрады деп айтылады. Көзге көрінбейтін. Сондықтан ол үйде жаңағы пышақ ұстамайтын, тамақ жасамайтын, ол үйден тамақ ішпейтін болған. Бұрын балаларды тәк-тәкпен тәрбиелесек, қазір біз тик-токпен тәрбиелейміз деген екен. Ал енді қазіргі жастарға қандай ақыл айтасыз аға? Әлемдік деңгейде жасалатын, осындай мәдениет дүниеге келіп жатқанда, осындай мәдениетте өмір сүріп отырған кезде бесіктегі баланы да біз сол ғылымдық деңгейде тәрбиелеуіміз керек. Армысыздар, аяулы көрермендер. Заман өзгерген сайын құндылықтар да өзгеруде. Әмеңгерлік, қыз алып қашу, қыздың баласын жиен ел болмайды деп бөлу, өлімді торқалы той ету. Бала 1 жасқа толғанда нағашылары артынып-тартынып дүниелер әкелу. Сәлем салу секілді көптеген салт дәстүрлер қоғамда екі-үшті пікірлер туғызуда. Аталған салт дәстүрлердің этимологиясы қандай? Қоғамда дау туғызып жатқан осы секілді салт дәстүрлер туралы толығырақ білу үшін этнограф, қазақ салт дәстүрлер және әдет ғұрып энциклопедиясының 2 томдығының авторы Болат Бопай ағамызды шақырып отырмыз. Аға, қалыңыз қалай? Жақсы. Бір ай бұрын осы студияға Жаңұзақ Әкім есімді генетик ғалым келіп кеткен болатын. Ол кісі генетика 50% анадан, 50% әкеден тарайтын болса, онда қыздың баласын жиен ел болмайды деп бөлу, ол біздің салт дәстүрімізге қайшы деген болатын. Сіздіңше бұл дұрыс па? Өте дұрыс айтады. Бұл енді ғылыми дәлелденген бүгінгі заманауи медициналық ғылымда анықталған нәрсе. Одан да кереметі біз мынау қазақ халқы адам ата қауан адам бүгінгі дейінгі адамзаттың ғылымы дамымаған, мәдениеті өркендемеген, дүние танымы жетілмеген деп айтылады ғой. Тіпті жабайылық, тағылық дәуірлерден қазіргі дейінгі жер бетінде генетикасы ең таза сақталып қалған, жер бетінде көктің астында ұлы бір ұлт бар десе сол қазақ ұлты. Оны ұлы қазақ деп айтатынымыз сондықтан. 7 атадан қыз алыспау, қанмен генді, текті өзгертпей сүйек басын, қанын, тәнін, тіпті салтпен, дәстүрін, әдетпен, ғұрпын сонша ұзақ ғасырлар бойы сақтап келген ең ұлы ұлт жер бетінде қазақ халқы.
қазақ ұлт. 19 ғасырда ғана жаңағы айтылып отырған генетика ғылымы анықталды. Бұл қан тамшылары 31 атаға дейін баратындығы. Екінші, қазақтың жаңағы нағаш жұрт, өз жұрт, қайын жұрт, тіпті қосып ел жұрт деп айтады, 4 жұрт. Негізгі қатысты қанмен 3 жұрт. Ал осы 3 жұрттың ішінде 252 адамның, бір адамның генінде жаңағы туыстық, қандастық, қатынастық айналасын қоршап тұрған сондай қауым бар, былайша айтқанда. Енді Америка Қазақстаннан 3000-ның үстінде жетім бала алып кетті. Неге деп ойлаймыз? Бұл жетім болды, кем болды, мүгедек болды, болмаса әке-шешесі қарамай жетім қалды дегендіктен әкеткен жоқ. Олар жер бетіндегі ең қаны таза сақталып қалған ұлтты іздеді. Осы генетика ғылым арқылы іздеді. Содан кейін бұл қазақ халқы екендігіне көзі жетті. Біз енді ата-бабаларымыз батыр деп, шешен деп, көсем деп, енді жерімізбен мақтануға болады, 9-шы орындамыз деп. Ғылым техникамен мақтана алмаймыз ғой енді. Еуропаны жетіліп кетті енді. Қазір тіпті мына ғаламтор ғасырында күллі адам баласы бір үйдің баласындай өмір сүріп қалды деуге болады. Қатынас құралының, бейнелік тасымалдардың, үндік, сөздік тасымалдардың минутына, секундына ғарышпен, мағрұппен, мәшрұқпен сөйлесетін дәрежеге жеткен ғылымдық дәрежеде. Бірақ адамның тәндік дүниесі, жаңағы туыстық қарым-қатынасының сақталуы біздің ұлтта бұзылмай сақталған. Сондықтан жаңағы біздегі ұрулық жүйе, жеті аталық жүйе, нағашылық, жиендік, бөлелік, туыстық, құдалық қарым-қатынастардың бәрі өзінің тәртібімен, өзінің заңымен сақталған. Тіпті біздің ішіп жемімізде, біздің киім кешегімізде, біздің тілімізде, біз қабылдаған дінімізде тұтастай таза қалпында қалуы біздің парасатты жаңағы қанымыздың тазалығынан. Ал енді осы хайуанаттарда бар ма деген сұрақ шыққанда, жаңағы қазақтың кезінде қазанаттары. Ботай мәдениеті бар ғой, жылқы. Жер бетінде жылқыны қазақ бағындырды деген қатынас құралдары. Соны ұлттық кодын сақтаған. Сонда жаңағы жылқылардың өзінде айғырлары жаңағы өзінің үйіріне, жеті атасына шаппайтын болған ғой. Жаңағы үйірін иіскеп, танып, біліп, қуып жіберетін болған. Қазақ халқы өзінің осы шаруашылығымен бірге, өзінің тұрмысымен бірге ұлан ғайыр даланы мекен ете отырып, осы береке бірліктің арқасында күні бүгінге дейін ел болып, бүгінде мына тәуелсіздікке жетудің арқасында. Тәуелсіздікке жеткенде де жай жеткен жоқ. Өте сол тұқымдық, ұлылық мәртебесін сақтап жеткен халық деп айтамыз. Жаңа кісінің айтып отырғаны өте дұрыс. Ал енді қазақ айтады, енді ол кезіндегі кейбір мақал мәтелдер бар ғой, жиен ел болмайды, желке ас болмайды деп. Содан кейін оны айтады, желке неге ас болмайды, майлы болса, жиен неге ел болмайды, жайлы болса деп. Бұл азамат әге нағашына
тартады дейді ғой, үй ағашына деп. Сонда бұл жерде нағашы жұрт деген жұрт, нағашы жұртың сыйшыл, қайын жұртың күншіл, өз жұртың меншіл деген сияқты соның бәрін реттеп отырған, қарым-қатынастарды сақтап отырған, әдеппен, мәдениетпен барлығын дәстүр арқылы сақтап отырған. Содан кейін анау қызды ұзатылып кеткенден кейін, ұзатылып кеткен қыз енді сол жаққа барып бала туғаннан кейін ол енді мына жаққа жиен, ана жаққа нағашы болады ғой. Сол жиеннің қыз, ұзатылған қыз жыл толмай төркінді өтпейтін дәстүр болды. Себебі не? Сол жерге балдай бассын, судай сіңсін, балалы болып келсін дейді. Жиенді алып келсін дейді ғой баяғы. Сол кезде жаңағы нағашыдағы жиен келгенде жаңа 40 серкеш дейді ғой, серкеш береді. Оған ен салып жаңағы. Сосын кейін өйткені мына ұл балаларға енші бөледі ғой. Қыз балаға енші бөлінбейді. Көрдіңіз, соған дейін қарастырған ғой. Анау қыз барып босанып қайтып келгеннен кейін туылып келген балаға жаңа 40 серкеш деп отырғаны жаңа керемет. Ол серкеш береді, сиыр береді, 4 түлік мал береді, қорасына қой сап береді деген сияқты. Ал енді нағашылары жоқ жітік болса қайтеді? Енді ол нағашысы жоқ жітік болмайды. Онда өз жерде жаңағы жеті аталық дүниеде оның жаңағы немере туыстары бар ғой. Мысалы жаңағы бір атадан 2 ұл болуы мүмкін, 3 ұл болуы мүмкін, 10 ұл болуы мүмкін, 7 ұл болуы мүмкін. Бәрібір жаңағы әулет бұзылмай отырады. Оны жаңа тани береді. Менің інімнің баласы, менің жаңағы немеремнің жиені деген сияқты. Ол тұл жетім болып қалатын неме жоқ. Сондықтан қазақта бір мақал бар ғой, жесірін жылатпаған жесірін қаңғыртпаған деген. Соның бәрі ол үлкен ұлы заң былайша айтқанда. Бүгінгі біздің мына Қазақстан Республикасының ата заңы сияқты заң болған ғой. Енді дін келгенге дейін дін ғой мына жерде ғана тұрған нәрсе ғой енді. Пайғамбардың өзі 571 633 жылға дейін ғана өмір сүрді. Содан кейін бізге Құран имандылықтың келуі 9-12 ғасырларда болды. Одан кейін енді 70 жыл, 300 жыл тағы да одан алыстап қалып қайтадан келіп жатыр ғой. Бірақ бізді сақтап тұрған нәрсе көрдіңіз бе? Ар жағындағы тектілік. Жаңағы. Ал енді, аға, желіде Баян Мақсатқызының сәлем салмаймын деген 1-2 ауыз сөзі үлкен дау туғызып жатыр. Осы сәлем салу деген бізде қашаннан бері бар. Жалпы сыйластық еңкеюмен біте ме, аға? Бұл жерде 2 нәрсе бар. Біреуі сәлем салу, мына кейінгі кезде діннің кейбір ұшқары өкілдері ол Аллаға кәне сәлем салу керек. Аллаға кәне бас ию керек, адамға бас ию ол жаңағы күпірлік болмаса Аллаға серік қосқандық дегендерді естідік. Ол дұрыс емес. Ол жерде біреуі құлшылық, біреуі ізет. Үлкенге. Ал жаңағы сәлем салу деген 4 ата-ананы айтады. Өзінің ата-енесі, қайын жұртының ата-енесі, тіпті керек болса нағашы жұртындағы 6 ата-ана ғой енді. Енді бұл жерде бет ашу кезінде сәлем салынады. Ол енді қазақтың қалыптасқан дәстүрі бет ашу деген 1-ші классқа, болмаса детсадқа, болмаса университетке оқуға түскен баланың немесе студенттің тыңдаған 1-ші лекциясы сияқты болады. Алағаптың аузы бос, құр дама келіншек, өзің жатып күйеуіңе тұр деме келіншек деп айтылады. Сол сөз ақ босағаны оң аяқпен аттап, отқа май құйып, бетін алаулап, бетін ашып, жаңағы сәлем салғаннан бастап, соны жүректе қалған нәрсені сол келін ақ жаулықты ана болғанша атқарып жүреді ғой, көрдіңіз бе?
күйе ана қайнының төсегін отырма, алдынан көз кестеме, жалаңаш жүрме деген сияқты ол үлкен тәрбие. Ал сәлем салу сол құрметті ұмытпау, үлкендерге мәңгілік ізетті сақтап жүрудің белгісі. Таңертең анау түндік ашу, есіктен кіру, есік ашып, алғашқы отты жағу сол үйдегі келіннің, қолынан келіннің шай ішу дегендердің бәрі ол үлкен берекенің, ынтымақтың, отбасын сақтаудың тәрбиелік тәртібі. Бұл жерде ізеттілік тұр. Енді Құрандағы, намаз оқығандағы ол Аллаға жаңағы ғұрып жасап, бұл құлшылық, Аллаға болған құлшылық. Онымен мүлде оқсамайды. Ізет пен құлшылықты ауыстыруға келмейді бұл жерде. Сондықтан сәлем салған келін жаңағы әдепті келін, сәлем салған келін әдемі келін, сәлем салған келін ибалы келін, сәлем салған келін иманды келін деп бағалайды ғой. Сондықтан оның бойында сондай 4 қасиеті бар, таңдаулы келінге жатады. Ал енді мен сәлем салмаймын деген сөз ол қазақтың дәстүріне қарсы шыққандық, ұлттың қалыптасқан тарихи дәстүрін жоққа шығарғандық, өз жерде жаңағы менсініп, өзін күпсітіп көтергендікке жатады. Ол ұят болады олай айту. Ал енді Ыбырай Алтынсариннің очерктерінде қу далалықтар тәжім ету салтын ұмытып бара жатыр деп айтылған екен. Жалпы осы тәжім ету деген қандай салт? Ол тәжім ету деген мына баяғыдағы қазақта енді хандықтар болды, сұлтандар болды, бектер болды, билер болды, 3 биімізден енді бергері. Енді анау мына басқа түрік тектес ұлттарда да, өзбекте де, қырғызда да, тәжікте де, оны Орта Азияда отырған біраз ұлттарымыз бар ғой енді. Ол енді жаңағы кеудесін басып сәлем беру. Кейде үлкен оның өзінің тәртіптері бар, орналастырып қойған. Қан болатын болса жаңағы ана келіп есіктен кіргенден кейін оң тізесін жерге қойып, кеудесін басып жаңағы қанға сәлем беру. Одан кейін бек сұлтандар болатын болса түрегеп тұрып сәлем беру. Үлкен қариялар болса жаңағы сәлем беріп қолын алу, тәж ету. Ол енді ода үлкен дәстүр, ол да жаңағы ибалылықтың, тәртіптіліктің, мәдениеттіліктің, әдептіліктің белгісі. Бұл жерде бір нәрсе бар. Біз бір нәрсені жақсы біліміз керек, айта кету керек, орайы келгенде. Барлық жақсылық әдептен басталады. Діннің де түбі әдеп. Ғылымның да түбі әдеп, жылдызы, тамыры. Мәдениеттің де түбі әдеп. Сөз өнер болсын, қандай нәрсе болсын, әдептен болады. Керемет бір әнші сахнаға шығып, көздің жауын алатындай киініп, барлық керемет даусымен ән айтып тұрып, бір әдепсіз қылық жасайтын болса жаңағы, аққа бір қара сияны төгіп жүргендей жоғалтады ғой. Өз жерде оны ұстап тұрған, оны әдемі көрсетіп тұрған, оны мөлдіретіп, халыққа жылы жеткізіп тұрған нәрсе бойындағы әдеп. Сондықтан әдептен айырылғаннан кейін әрқандай нәрсенің құны болмайды. Бұрынғы ата салтымызда ерлеріміз қыздың үйіне барған кезде күйеу бала ретінде қайнатасына сәлем берген екен, яғни тәжім еткен екен. Осы туралы айта кетсеңіз. Енді бұл қайната деген өте үлкен, өзі әке шешесінен кейінгі әке шешесімен бірдей, әкесімен бірдей, екінші әкесі ғой енді, былай жалғана. Оған тәжім етіп сәлем беру, оның алдында бет алды сөйлемеу,
құрмет сый жасау, әдеппен амандасу, басын иіп, және кеудесін ұстап, сәлем беру ол әдептіліктің, мәдениеттіліктің, білімділіктің, салт дәстүрдің белгісі. Енді баяғыда бір жындыбаш жігіт болды. Ағзамхан деген. Айтқыш. Содан кейін анау қызына сөйлесіп жүрген, құда түсіп қойған. Ана шал отырса қайнатасы. Қойларын қамасып, қораласып, ой, ата деп айтты дейді. Келер жылында қойыңызбен төлдеп, бір 20-дай, 30-дай қой ғой. Дүзден асады ғой қойыңыз депті. Ой, жақсы айналайын деп. Мына күйеу баланың аузы жақсы деп қойыпты. Енді бір келгенде жаңағы ағаш егіп жатыр екен дейді. Ағаш егісіп есік алдына. Енді Құдай қаласа, осы ағаштарыңыз үлкен орман болып кетеді ғой депті. Ой, мына күйеу бала керемет қой, жақсы деп. Содан енді бір келсе, жаңағы мынандай пышағын қайрап отыр екен дейді. Пышағы өткір, пышақты алып неменелер бүйтіп қиып көріп, ой, пышағыңыз да жақсы екен, қайрағыңыз да жақсы екен. Келер жылы мына қайрағыңыз чаңтастай болады ғой депті. Төйт! Бәт жағар деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Енді мақтаудың да реті бар ғой. Кішкене қайрақ olan чаңтастай болады дегенге. Енді ағашың ормандай болады, қойың қоралы болады. Енді кішкене қайрақ шаңтастай болады десе жаңағы. Соны айтты дейді ғой, үйге келіп. Ананың көзін құртыңдар, қызымды бермеймін деп. Енді әр нәрсе жаңағы әдептен, мәдениеттен асып кетсе, сондай кері оралын көрсетеді ғой. Осы бала 1 жасқа толған кезде нағашылары қазір үйіп төгіп дүние әкелетін болған. Тіпті 5 жасына дейінгі ойыншықтары, киім кешегі, бесігі, коляскасы дейсіз бе. Енді бұндайлар көбіне нағашыларға салмақ болып жатыр. Осы салт бізде бұрыннан бар ма еді? Жоқ, ол ешқандай міндет емес. Баланың жасқа толуы, оның жаңағы бала жасқа толғанда аяғын баса бастайды ғой. Кей бала 9 айда, кей бала 1 жаста, кей бала неменеде. Сосын кейін баланың сөйлеуі, кейбіреу жаңағы аяғын басып жүріп апыл-тапыл сөйлейтін болады, тіл ашары болады, тұсаукесері болады. Бірақ оны жаңағы 1 жасқа толғанда деген ондай нәрсе болған емес. Оның жаңағы аяғын басқан кезде тұсауын кесу салты болған. Тілі шыққан кезде тілашар болған, медресе мектепке берген кезде тілашар жасаған. Енді любой уақытта келген баланың 1 жасқа толғанда оны тойламаған, ондай нәрсе жоқ. Оның жаңағы аяғын басуға қатысты, тілі шығуға қатысты қалыптасқан өзінің тұрақты 2 дәстүр бар: тілашар, тұсаукесер. Ал енді бұл салт қайдан келген сонда бізге? Енді оны жаңағы мына өзбектерде, қырғыздарда, басқа ұлттарда бар ғой. Мысалы, қазір тұсаукескенде ана жаққа қамшы, ақша, кітап, домбыра, тағы бірдеңе қойып мына жақтан жүргізіп қайсысын таңдаса сол болады деп жатыр. Ол да жоқ қой қазақта. Ол енді мына Кореядан алып отырған нәрсе. Соғысаған қазір мына ғаламтор ғасыр деп жаңа айттым ғой. Содан көрген нәрселерді өзімізге қабылдап алып кіргізіп жатырмыз ғой. Сондай нәрсе оғыны жаңағы. Одан кейін бізде бәсеке бар. Ойбай, ана бәленбай көршіміз баласы 1 жасқа толған екен, оған ана нағашылары көп дүние әкепті 5 жасқа толғанға дейінгі деп өзінен өздері салт жасап, өздерінен өздері жаңағы дәстүр жасап, ойдан ойып, қырдан қырып, жоқтан жасап алған нәрсе, ол жоқ нәрсе, оны кесіп айтуға болады.
енді тұсауын кеседі. О тұсауын кескенде де жаңағы тұсау кесу дегенде үлкен той ғой. Ол адам ата мен қауа ананың тұсауы кесілген ғой, жебірейіл періште кескен. Содан қалған оның арғы төбе. Ол бүгін кеше пайда болған нәрсе емес. Соның өзі қазақ ұстап қалған, қарап отырсаң. Қазақтың дәстүрінде бар көп мына тұсау кесіп жоқ. Енді кейін мына дамыды ғой, кітаптың тұсауын кесу, салт дәстүрлердегі көп нәрселер. Ол 5 жасқа дейін келген нәрсені енді сый-сияпат жасау ғой жақсы. Жаңа тұсауын кесіп жатқан кезде, тілін ашып жатқан кезде, оны тек нағашы жағына ғана жүктемейді оны. Ондай белгіленген дәстүрде, ондай белгіленген заңда, ондай белгіленген әдетте, ғұрыпта, ырымда жоқ. Ол тек жаңағы береке, бірлікте өзі шақырады, не әкелгісі келеді, ат мінгізе ме, тай мінгізе ме, киім кигізе ме, ойыншық әкеп бере ме, ол әркімнің өзі қалауындағы нәрсе. Онда статус жоқ. Ал енді қыздың артынан келетін жасауы туралы не айтасыз? Қазірде көбіне аста төк үйір төгіп киім кешегін әкеледі, бүкіл жабдықтарын, жиһаздарына дейін алып келеді. Бірақ уақыт өткеннен кейін, 1-2 жылдан кейін ол сәннен кетеді, алып келген киімдері жарамсыз болып қалады, сыймай қалады дегендей. Ол бұлай нәрсе ғой енді. Мына кәдесіз, жасаусыз, қалыңсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды дейді. Бай мен бай құда болса, ортасында жорға жүреді. Бай мен кедей құда болса, ортасында дорба жүреді. Кедей мен кедей құда болса, зорға жүреді дейді ғой. Соғысаған бардам адамдар, бай адамдар, жаңағы енді қызын жасауын салтанатты өткізгісі келеді ғой. Ол енді көрпеңе қарай көсілдеп, содан кейін оны көріп алған біреулер жаңа кредит алып, қалғысы келмей, оның үстіне енді қызын кетіп бара жатқаннан кейін, қызының енді жерге барғаннан кейін беті беделі түспесін елдің алдында деген қып-қызыл бәсекеге болып кеткен бұл нәрсе. Енді жалпы алғанда ол қыз жасаусыз болмайды, қыздың өзінің лайықты жаңа көрпе жастығы, киім кешегі, қоржыны, бұрын қалыптасқан дәстүр бар ғой. Сонымен ұзатылады. Енді бұрынғы замандарда да байлар енді қорасымен қой айдатып, үйірімен жылқы айдатып, үлкен ақ отауларын алтын күмістеп ұзатқан жағдайлар болған. Енді ол енді барлық адам бай емес қой. Он үлкен бір биік деңгейдегі өте бір қалың мал дүниенің немесіндегі нәрсені ұстанып алып, сол деңгейде өткізген ұғым жоқ. Әркім өзінің жағдайына қарай, екі жақтың келісімімен, онан кейін ол барған нәрселердің көбі жарамсыз жатады ғой жерде. Содан кейін тастайды мұсырға, бәрібір өзің айтқан сияқты. Ол күнде күн тұрмысқа істетілетін болу керек. Онан кейін ол әкеп тастағаннан кейін биылғы нәрсе келер жылғы нәрсе оған жарамай жатады ғой. Жаңаланып отырады көп дүниелер. Сондықтан өзі бір қабат киімі болады, көрпе жастығы болады, төсек орны болады, өмірге жаңа ыдыс-аяқтары болады. Қажетті нәрселері болса болды. Ал одан тыс жәшік мен көрдім, бір жерде бір тойға бардым, Шымкент жақта енді. Содан кейін пасуда келеді, қыздың жасауы келеді, түсіріп жатыр. Тіпті бір машина, бұның бәріне деп сұрасам, қыздың жасауы бір ұсаяқ, бұның бәрін қайда қояды, кәтежі бар сият дейді. Енді оның бәрі істетілмей тұрады ғой сонда. Аз болса жерде бір 25-26 жәшік түсірді, үлкен ана жігіттер әзір көтеріп жатыр. Пасуда ауыр болады ғой. Мен айттым, бір магазинде көшіріп көпті ғой деп. Енді пасуда іштен кетпейтін шығар, сатып жіберсе сатылатын шығар, бірақ жасауды сатпайды ғой енді қазақта. Енді соны көрген, видеоға түсіріп жүргендер сол енді сол қыздың айналасындағылар екінші қыз содан асып анау 20 жәшік екен сол
25 жаш посуда келетін шығар. Осындай адамдарда атаққұмарлық, даңғойлық, жалпы алғанда байлыққа бой ұрып өзін көрсеткісі келетін тойдың салты да, мәдениеті де осындай нәрседен бұзылып жатыр ғой. Жарыстан бұзылып жатыр. Ол жарысуға, таласуға, шендесуге келмейді. Жалпы өйткені ол белгіленіп қойған бәленбай нәрсе жоқ. Ал енді ақшасы барлар, байлар жасасын жарайды. Енді ондай қауқар жоқ адамдар бәрібір кредитке кіріп, қарызға кіріп, сосын кейін оның ар жағы жақсы болмай, қарыз төлемей, жаңа ажырасып кетуге, үйдегі берекесіздікке, денсаулыққа, ынтымаққа, панасыздыққа, көп нәрсеге соғып жатыр ғой осының бәрі. Аға, осыдан 3-4 жыл бұрын Мағжан Жұмабайұлының педагогика деген еңбегін оқыған едім. Сөзбе-сөз есімде жоқ, бірақ осы бесік баланың денсаулығына зиян деп айтылған 1-2 жолы бар болатын. Осы бесік туралы айтып беріңізші. Дәрігерлер де қазір бесікке қарсы болып жатыр ғой. Енді қазақ атам заманнан енді бесікке бөліп өсті ғой. Ол заманда көшіп қонып жүрді, аттың алдына өңгеріп жүруге, кигіз үйде тұрғаннан кейін жел тиіп қалмауға, адамдар ары бері жүргенде сәбиді басып кетпеуге, қыстау, күздеу, жайлау, көктеу, отар деп тынымсыз көшіп жүрген кезде баланың жайлы ұйықтап жатуына, дәреттенуіне, жылы жатуына, жел тимеуіне барлығына ол керемет болды. Қазақта айтады ғой, бесіктегі бала бес түлеп өседі деп. Онан кейін ол қол аяғы қисық, қыңыр болып қалмайды. Енді отырықты жерлерде қазір бәрібір сол баланы бесікке бөлемеген күннің өзінде де көрпеге бесік сияқты бөліп қояды ғой. Бесік сияқты бөліп қояды. Ал бесік өте зиянсыз, өте керемет. Ол тал бесік, ағаш бесіктен жер бесікке дейін деп айтылады. Ауасы да жақсы оның, қол аяғының немесі де жақсы байлап жиратып қоятын. Астындағы түбек шүмегі де дұрыс, тербеткенге де дұрыс, емізгенге де дұрыс, алып жүргенге де дұрыс. Ол бесіктің ешқандай зияны жоқ. Оның қай жағы зиян дегенге мен өзі басым келіспеймін. Екінші, бүгінгі дүниеде немесе қойды, памперс. Анық зиян нәрсе сол. Памперс ол шиет, қайтадан тартып әкетсе деген күннің өзінде баланың денесіне жәңеге қайтадан сіңіп жатады ғой анадан. Жоқ, анадан неменеде дәретінің бәрі астына түседі кәдімгі. Үлкен дәреті, кіші дәреті бәрі. Шүмек арқылы, түбек арқылы. Ол ешқандай зияны жоқ. Одан кейін ол кептіріледі, қайтадан құрғатылып істетіледі. Бесік деген ол қазақтың тарихтан қалыптасқан баланың ең жайлы, ең керемет, ең қауіпсіз өсіретін бірден бір төсегі сол. Байқасаңыз, біз өлімді торқалы той етіп алған сияқтымыз. Өлім болып жатқан үйге барып, дастарханын сынап, мінеп кетеді. Жалпы осы дұрыс па? Енді қазақтың жаңағы дәстүрін айтып отырғанда, дәстүр бір торқалы тойда екінші топырақты өлімді атқарылған ғой. Ол енді жаңағы әдет ғұрып дейтін нәрсе бар. Салт дәстүр деген бар. Салт дәстүрлердің көбі той томалаққа келеді. Әдет ғұрып деген нәрселер жаңағы өлімді жаңағы осыған қаратылады, топырақты өлімдерге. Енді адам қайтыс болған үйде бұрынғы замандарда кереге басына дейін қан толып тұрады деп айтылады. Көзге көрінбейтін. Сондықтан ол үйде жаңағы пышақ ұстамайтын, тамақ жасамайтын, ол үйден тамақ ішпейтін болған.
Оны жаңағы көрші қолаңдары жаңағы тамақтарды жасап алып келіп, жаңағы қамқорлық жасайтын болған. Ол жерде кейін енді ислам діні келгеннен кейін сол үйде отырып жаңағы молдадар кәдімгі 30 пара Құранды сол үйде отырып аударатын болған ғой. Сол жерде кәдімгі күні түні отырып неше молда. Сол кезде де сол тамақтарды жаңағы көршілері, туыстары, нағашы жұрт, өз жұрт, қайын жұрт, ел жұрт деп отырмыз ғой. Солар апарып беріп отыратын болған. Содан кейін жетісі өткеннен кейін де оларды жаңағы тамақ істетпей, қаралы шай деп жаңа айтып жатады ғой, көңіл шай деп шайға шақырып, жыл өткенге дейін оларға қамқорлық жасап отыратын болған. Енді сол жағдай жоқ. Қазір адам қайтыс болса, көріп жүрміз, қатынасып жүрміз ғой енді. Апарып жерлеген күн оның сол жетін әзірін уақыт жоқ деп бір малын сойып, үлкен жаңағы дастарханын жайып, жетісін бере салып, кейін қырқын асын беріп жатыр ғой. Енді ол жерде бақиға кеткен адамға мінгізетін атың да, жабатын шапаның да, беретін сәлемің де, істейтін, көрсететін қамқорлығың да тек қана Құран қатым ғой оларға. Құран қатым аударсаң, сол өз жерде ішіп жеумен, өз жерде сен жақсы сөз сөйлеумен, өз жерде сен жаңағы немесін айту, ол мына дүниеде қалған артықтағы ұрпақтарына ғана жасалған оның тірідегі еңбектерін бағалау болады. Бақиға кеткен адамға оның түкті керегі жоқ. Оған керегі артындағылар жаңағы Құран қатым түсірсе, Құран оқыса, дұға бағыштаса, соған керек оған. Динара Закиева деген балалар омбудсмені былай пост жазыпты. Түркістан облысында 13-15 шақты қыз баланың зорланғаны анықталды, және олардың жасы 16-ға да жетпейді деген. Жалпы осындай қоғамның азғындалуына не себеп болып жатыр аға? Енді қоғамның азғындауына себеп болатын нәрсе өте көп. Бірінші отбасы тәрбиесінің жетіспеуі, екінші отбасындағы кедейлік, жаңағы қаржының тапшылығы, көп нәрсе. Мен қарап отырсам, кредитке кіріп кеткен, ай сайын келетін кредит төлемегеннен кейін ерлі-зайыпты екі адам ұрысады. Одан кейін оның күйеуі не арақкеш болып кетеді, не қаңғыбас болып кетеді ақша іздеп, не балаларына жөнді уақытында тамақ бере алмайды, не жұмысқа кетеді. Соныменен жаңағы бала тәрбиесі отбасындағы дұрыс болмай қалған. Осы себептерден. Екінші, әлеуметтік желінің дамуынан әлемде болып жатқан небір қитұрқы жаңағындай басқыншылық жасау, қыз зорлау, адам өлтіру, наша шегу, жалаңаш жүру, қит болу нәрселерін көп деп жаңағы әлеуметтік желі шектеліп отырған жоқ қой. Балалар емін-еркін 24 сағат тәулік бойы сонда отыр ғой. Соны көргеннен кейін психологиясына тәсір жасап, оны қайталау. Содан кейінгі ұлттық жаңағы әдептілік, мәдениеттілік, салт дәстүрлік тәрбиенің берілмеуі. Содан кейінгі әкенің орнының төмендеуі. Қазіргі әкелердің орны, бұрын қазақта 3 сөз айтады: әке асқар тау, шеше саялы орман, бала бал бұлақ дейді. Болмаса жағасында құрақ. Бұл 3 сөз әкенің, ананың, баланың орны еді ғой. Қалыптасқан. Ол бұзылмайтын. Қазір көп семьяларда айтады ерлерге: сенің қолына түк келмейді, ақша таппайсың, ынжықсың, анасың, мынасың деп жаңа әйелдер беттен алады ғой. Ол бар.
Оны естіп отырған бала сосын кейін әкесін көз қылмайды. Әкесін көз қылмеген бала шешесін де көз қылмайды. Ол көз қылмау сосын қоғамдағы жаңағындай нәрселерге барады. Ұрсыз қағыс көрген. Ал енді жаңағы жас кішкене балиғатқа толмаған қыздарға жаңағы зорлық жасау, ол бір әдеттегідей олар үшін қылмыс емес, бір кино түсіріп жүрген сияқты, болмаса бір ешқандай бір жауапкершілігі жоқ, ойын сияқты, болмаса бір батырлық сияқты сезінген ғой. Сондықтан бұл жерде қатаң тәртіп болмай, шектеу, тектеу болмай, ол нәрсе тиілмайды. Оны жаңағы мемлекеттің қатаң заң арқылы тиғау керек. Одан басқа оған жол жоқ. Өйткені жаңағы жазадан жеңіл құтылып кететін болса, жазадан оны атқара береді. Қазақта бір заң болған, дәстүр. Айып ана деген. Соны сұрасаң ешкім білмейді айып ана деп. Бірақ ол атқарылмаған. Ол жасалған. Себебі қазақ даласында қара. Абақты болмаған. Қазақ даласында өлім жазасы болмаған. Ат құйрығына сүйретіп өлтірді, анау мынау деп жүргендердің бәрі ол бекер сөз. Үстінен қой айдады деп ана. Ол жалпы ондай нәрсе болмаған. Болды деуге болмайды. Қазақ халқының жаңағы ұлылығы сол жүрді. Сонда бір тәртіп жасап қойған. Ол қандай тәртіп? Айып ана. Айыптың анасы ғой енді. Сонда жаңағы зина қылған, кісі өлтірген, ұрлық қойған, өрт жасаған, тонаушылық қылған, болмаса өлім жазасына жететіндей қылмыс өткізген адам. Осы қылмысы дәлелденген жағдайда ауылдың ақсақалдары, қазылар, қажылар, сосын дүйім ел жаңағы жинап алып, әгі адамды бүтін көлігін, өзін, баласын, әйелін, дүние мүлкін, үйін бірақ айып алып алады. Айып қалады да, сосын өзін ұрмайды, соқпайды, шешіндіреді, дамбалшаң қалтырады. Сосын кейін оны 7 қырды асырып, шыбыртқымен жаңа құйрығына салып отырып, қырдан асырып жүреді. 3 жылға дейін ауылына келуге болмайды, тыйым салынған. Сосын ол дамбалшаң қалғанның баласы деп сүйекке таңба болады. Мәңгілік. Сол заңды естіген, сол тәртіпті естіген, ешкім сондай қылмысқа бармайды ғой. Ұрмасаң да, тақымыңда шоқпарың тұрсын дейді ғой, дауға барғанда. Соғысыған андай заң болған. Бірақ бұл заң атқарылған жоқ. Бұл заң болған. Осы заңның, осы тәртіптің жаңағы ұстап отырған шоқпардың қолға пайдасынан жаңағы өлім жазасы болмаған, ондай немеге бармаған. Көрдіңіз бе? Міне жаңағы бізде сол балаларға мектепте, детсадта, университетте, қоғамдық ортада соған қолданылатын сондай айып ана сияқты заң тұрса, ол балалар жаңағы басқыншылыққа, ондай қылмысқа бармайды ғой. Болмаса ол жаңағы барған балаларды сондай дәрежеде болғанда да ол біреудің не министрдің баласы, не байдың, олигархтың баласы, не бір рекеттің, не бір молда қожаның тағы біреудің баласы болып ақша беріп бар жағынан бүйтіп шығып кетеді ғой. Содан кейін заң әлсіз болғаннан кейін заң жоқ жерде не жүреді? Тазалық жоқ жерде жын жүреді, заң жоқ жерде қылмыс жүреді. Аға, қазақ қыз баланың пәктігіне аса назар аударған, иә?
тіпті қазір ақ жайманы алып далаға жайып қоятын жағдайларды да естіп жатырмыз. Осы ақ жайманы жайып қою деген қазақта бұрыннан бар ма? Қазақта ондай ақ жайма жаю деген нәрсе жоқ. Ол мына ұйғырларда, басқаларда бар. Қазақта қызға 40 үйден тыйым, ұлға 30 үйден тыйым деп айтылады ғой. Қыз баланың әдемін бойына жиып, 40 үйден тыйып, әдемілеп отырып ұзатқан ғой. Құда түскен кезде сырға тағып келген, үкі тағып келген кезде бергек дейтін бір бас киім болады. Басы берік дейтін, кішкене сәукеле ұқсаған. Сол басына бергек. Бөрік емес па? Бөрік емес, бергек. Берік. Бергек. Сол бергекті кигізіп кетеді. Үкісін соған тағып кетеді. Сол бергекті киіп шыққаннан кейін ана қызға ешкім жоламайды ғой, басы бергек екен деп. Сосын ұзатылатын кезде жаңағы бергекті өзінің туған сіңлісіне беріп кетеді. Менің жолымды өтсін деп. Туған сіңлісі жоқ болса көршісінің қызына береді. Тіпті болмаса жаңағы көп қыздар болатын болса гүл лақтырады ғой жақта. Соны жаңағы бергекті бүйтіп лақтырады. Кім алса соның қолына тиіп сол алады. Сол бір бас киіммен де сол қыздың пәктігін сақтаған ғой. Содан кейін ол қыз бергек кигеннен бастап басы берік қыз жеке жүрмейді, жалғыз тойға бармайды, жеңгесімен, әпекелерімен, шешесімен, ағаларымен, туыс туғандарымен бірге жүретін болған. Ал енді той жасағаннан кейін оны жаңағы астына ақ жайып, оның неменесін қою қазақта болмаған. Ол әдепсіздік, мәдениетсіздік. Ол өте сорақылық нәрсе. Ондайға бару деген адамгершілікке де, дәстүрге де, заңға да саймайтын нәрсе. Оны енді ұйғырлар сондай істейді екен деп бала кезімізде еститінбіз. Оның да тәсілдері көп қой. Қан тамыза салып, қыздың қулығы 40 есек бір қашарға жүк болады деген сөз бар ғой. Оны менен ақтай алмайды ғой. Жүрегі пәк болса, тәні пәк болса, жаны таза болса, сүйіспеншілігі адал болса болды ғой. Ондай нәрсені жалпыластыруға, дәріптеуге, тіпті айтуға келмейтін нәрсе. Қазір қоғамда қыз балалар дүниеге келіп жатса, оған ұл болсын, ұлдана, ұл бала секілді есімдерді жиі қойып жатады. Осы қазақта бұрыннан бар ма? Ол бұрыннан бар. Бұрын мына көп қыз таба берсе, ұл таппаса, сосын кейін соңғы қойған, соңғы туған қыздың атына ұл болсын деп қояды ғой. Келер май көтен деп қояды. Осыдан кейін ұл келсін деп. Тіпті болмаса 7 жұрт ауыстырып жібереді. Жаңағы туытты жаңылдырамыз деп. Ырым ғой енді. Болмаса басқа ауылға көшіп кетеді. Босанбаған әйелдер болса босанады деп. Жер ауыстырады ғой. Жер ауыстырады. Қыз тумаған болса жаңағы қыз туады деп 7 өзенінен өтіп 8 өзеннің суын ішіп. Содан кейін сондай болады деген жаңағы олардың бәрі өздерінің жасап алған, өздерінің идеологиялық ырымдары ғой қазақта болған енді. Сондай болған кезде адамның және энергиясы өзгереді, ойы өзгереді, табиғаты өзгереді, мінез өзгереді, жердің ауысуына байланысты, дәмнің ауысуына байланысты. Бір жердің суын ішсең борық болуы мүмкін, бір жердікінде тұз күшті болуы мүмкін, бір жерде тәтті болуы мүмкін. Судардың адамның немесіне, организміне, мінезіне әсер жасайды ғой. Тіпті организміне әсер жасайды. Сондай кейбір ғылымда да ұйықтай алмай, оянбай жатқан нәрселер болса оянып ұл тауып қалады ғой сондай. Оны қазақ баяғыда сол қазақтың ырымы, қазақтың ғылымы дейтініміз сол ғой. Сондай ырымдар жасайтын болған. Тіпті енді баласы өліп тоқтамай болмаса, түсік тастап тоқтамай қойған болса, жаңағы басқа ұлттың атын да қоятын жағдай болған. Қазақтың ауыстырып.
Онан кейін бір жаманаттарды қоятын болған. Шылғаубай, ұлтарақбай, тұяқбай, башбай деген сияқты. Сосын кейін жалғыз неме ететін болса, ол көз тиеді, тіл тиеді деп жаңа қазанның түпкелерін жағып қоятын болған. Айдар, тұлым, кекіл қойып қоятын болған. Соның бәрі сол жаңағы тіл мен көзден сақтану үшін, баланың амандық үшін жасалатын ырым тиімдер ғой. Әдетте тұңғыш бала дүниеге келген кезде ата-анасы жас отбасы болғандықтан ата-әжесіне баланы беріп жатады. Бірақ кейіннен сол ата-әжесінің қолында өскен балалар ата-анасына қипақтап, мама, папа деп айта алмай, ата-әжесіне қарап, не болмаса олар қайтыс болып кеткеннен кейін ата-анасымен дұрыс байланыс жасай алмай қалып жатады. Жалпы осы салт дәстүр дұрыс па? Ол салт дәстүр бұрыннан бар, ол әңгіме мына баққан ата-анасы енді, ата-анасы енді, әке шешесі ата-анасы деп айта берейік. Сол адамдар дұрыс болу керек. Мысалы, ол жаңағы әдептілікке, мәдениетке, білім деңгейіне қарайды. Мысалы, Америкада баланы әкетіп жатыр ғой енді. Иә. Олар сенің әкең қазақ, сенің туған жерің қазақ, көрдің бе? Сен қазақсың, мұны қазақтың туы деп өсіріп отыр соларды. Қазір сондай ғой. Журналистикалық зерттеулерде бәрінде көрсетіп отыр ғой. Ол сол сияқты, мынау енді ол жаңағы, енді оның әкесі де, шешесі де сол ұлдың әкесі ғой енді. Енді өзінен туған немересі ғой. Енді ол жерде ондай бөліс тудың, ондай сорақылық болуын керек жоқ. Ол жердегі менің балам деп таласыпшы, ондай нәрсе болмаған қазақта. Бәрібір қара шалдың баласымыз дей салады ғой. Біздің кезімізде қазір біз де сөйтеміз. Соған бағынады. Мен де мысалы үлкен атаның қолында өстім, әке шешем қолында өстім. Ол жерде ананың баласы емессің, мынаның баласы емессің деген сөзді құлаққа құя берудің қажеті жоқ. Демек, ата-әжесі мынау сенің әкең, мынау сенің әкең, мынау сенің шешең, мен сенің атаң, мен сенің әжең деп отырып өсіру керек. Өйткені бәрібір сол кемпір шалдың баласы ғой. Немересі, анау баласы, анау келіні. Жоқ, сенің әкең емес, жоқ, сенің шешең емес, міне шешең, міне әкең деп солай бөлгеннен кейін барып, баланың жаңағы бір ауыз сөз мәңгілік жаңа санаға сіңіп қалады. Тарыдай сөз кейін таудай ауыртпалық тудыруы мүмкін. Сондықтан сөзде кие болады, сөзде күйе болады дейді. Бір ауыз киелі сөз мың адамды жадыратса, бір ауыз күйелі сөз миллион адамды ыдыратып жібереді дейді. Сондықтан тіл ерке, еркелікпен тіл алады, тіліңді бұрыс болса кім алады, тіліңді еркелетіп қоя берсең, тіліңнен тісің сұрап құналады дейді. Сондықтан бұл тілдік мәселеде, тәрбие мәселесінде өте сақ болу керек. Тілдің атқаратын ролы атом ядросынан да күшті. Атом ядросы бір қаланға жарар. Қазір тілдің бір сәулесі, бір тамшысы егер бүтін әлемді бұзып жібереді ғой. Сөзде энергетикалық қуат бар ғой. Энергетикалық қуаты өте күшті. Бүтін елдің құлағында бір ауыз сөз жететін болса, өте сондай сөздер бар ғой. Пайғамбар туралы айтып қалғанда қайттана. Әлем қопарылып кете жаздады. Соғысаған сөз деген өте киелі нәрсе. Оны әрбір сөзді әге 9 кінә тілден деп айтады ғой. Өте байқау керек. Сондықтан күн сәулесі түспеген қараңғылыққа тіл сәулесі түседі дейді. Міне тәрбие деген осы. Сондықтан кеудеге кір жинамай, нұр жинап өсір дейді. Біздің шешеміз көп сөйлейді. Бірақ есімізде қалмайды. Ұрсатын 6 қыз 2 ұл болдық. Шешеміз балаларға бірдеңе айтады. Кеуделеріңе, жүрекке кір жинамай, нұр жинап өсіңдер. Осы ма айтқан? Осы дейді. Ертеңінде отырғанда
тағы бірдеңе айтсаңшы екі ауыз сөз айтпайды. Киім кірлесе қайтесіңдер, жуамыз. Жүрек кірлесе қайтесіңдер дейді. Үндемей отырып қалатынбыз. Әкеміздің бір ауыз сөзінің өзі сондай нәрсе қалыптастырды. Сондықтан әке болған, әже болған, ата болған адам ұрпағын жақсы тәрбиелеймін дейтін болса, бәрібір оның ұлынан туған ұл ғой ол. Ол жерде ешқандай талас та, ешқандай нәрсе жоқ. Бір қазықта, бір үйде, бір атада, 7 атаға дейін жалғасып тұрған қаны тегі. Ол отбасы тәрбиесіне байланысты нәрсе. Бүгінгі таңда балалардың әліппесі, әлеуметтік желі, емізігі TikTok, бесік жыры Instagram деген екен Жанарбек Әшімжан. Ал Нұртөре Жүсіп, бұрын балаларды тәк-тәкпен тәрбиелесек, қазір біз TikTokпен тәрбиелейміз деген екен. Ал енді қазіргі жастарға қандай ақыл айтасыз аға? Баланы қалай тәрбиелеу керек? Енді кешегі неме алдыңғы неме біздегі жасанды интеллекттің әліппе деген немесі шығып, соның тұсауын кесіп келдік қой. Енді жаңа да айтып отырмын, тұтас әлем, ғарыштан жерге дейін, мағрибтан мәшриққа дейін хабарласу құралы ерекше дәрежеде дамыды. Қатынас құралы оған қарағанда дамыған жоқ деп айтуға болады. Әлі пробка, әлі бензин жағатын, әлі экологияны былғайтын, 42 салмақта болсаң 2 тонналық машина айдап жүретін қатынас құралы дамыған жоқ. Хабарласу құралы дамыды. Онда мына қазір біз лақтырсақ бейнелік тасымалдары құрлықтан құрлыққа, ғарыштан жерге кетіп жатқан заман. Ал енді осындай заманда әлем адамдары бір шәһәрдің, бір үйдің баласындай өмір сүріп жатқан жағдайда ұлттық дүние танымды сақтап қалу, ұлттың өзін осы ғылым техникалық мәдениет тасқынға жойып жоғалтып алмау деген өте қиын әңгіме. Ал оның үстіне бұл жерде біз балаларды шектей алмаймыз. Өйткені әлемдік деңгейде өмір сүру керек. 4 шеңбер бар. Отбасындық шеңбер. Отбасындық шеңберде ол отбасында мықты тәрбиелену керек. Екінші ұрулық шеңбер жаңағы. Тұтас өзінің ұруы айналасы. Мықты болу керек. Қорған. Сосын кейін халықтық шеңбер. Халықтық шеңбер деген Қазақстанның мемлекеттік шеңбер. Сосын кейін әлемдік шеңбер. Жаратылыснамалық шеңбер. Бүтін мына әлем адамдар үшін мисаны мыналар жасақ қой дейін. Бүтін әлем адамдар үшін төг өшетін болса қазір светофор өшеді, бәрінің жүйесі тоқтайды, екеумізде қараңғы бір-бірімізді көре алмай қаламыз. Міне әлемдік деңгейде жасалатын осындай мәдениет дүниеге келіп жатқанда, осындай мәдениетте өмір сүріп отырған кезде бесіктегі баланы да біз сол ғылымдық деңгейде тәрбиелеуіміз керек. Бірақ оның ішіндегі жаңағы 4 шеңберді айтып отырған, оның жылдызы тағантасы отбасынан, ұрулықтан, халықтықтан, ана 3 шеңберден шыққан болу керек. Оның ұлттық идеологиясы қалыптасқан, санасы жетілген, мемлекет үшін жұмыс жасай алатын, әлем адамдар үшін қызмет ете алатын дәрежеге жету керек осы 4 басқыштан. Оған жету үшін 5 қат сана бар. Ертегілік сана, аңыздық сана, салт дәстүрлік сана, діндік сана, ғылымдық сана. Мына ғылымдық санада отырмыз. Анау 4-еуі ол жаңағы ғылымдық сананың анасы. Ал бұған жету үшін 5 түрлі ойлау форманы жетілдіру керек. Логикалық ойлау, фантастикалық ойлау, метафизикалық ойлау, психологиялық, логикалық ойлау. Сонда ол жаңағы кемел адам деп жүрміз ғой. Иә. Кемел зиялы, кемел адам болады. Оны ешкімді аздыра алмайды. Сосын кейін онымен де тынбайды. 3 өзек бар білімде. Тарихты білу, бүгінді білу, болашақты білу. Тарихты білмей, бүгінді қызмет ете алмайды. Бүгінгі қызмет етіп, болашаққа жұмыс жасау керек. 3 өзек, өте үлкен өзек.
Мен кемел адам, кемел зиялы, кемел ғалым дегенді осы тұрғыдан қараймын. Себебі маған өзің сияқты жастар сұрақ қояды, аға жарайды дейді, өткенді білейік, бүгінді оқып көріп отырмыз, болашақты білу үшін қарта ашып, құмалақ шашып, болжам жасаймыз дейді. Жоқ, ондай емес. Біз қай ғасырда отырмыз, ғылым ғасырында отырмыз, атом микро ғасырында отырмыз. Сен қанша салмақтасың десем, 42 дейді. Мәшинең бар ма, сен бар дейді. Мәшинең қанша десем, 2 тонна 700 килограмм дейді. Так, 2 тонна 700 килограммды 42 килограммдық салмақ тартып жүрме? Жоқ, 42 килограммды 2 тонна 700 килограммдық мәшине тартып жүрме? Соны айтшы десем, жоқ, мәшине мен айдап жүрмін ғой дейді. Сен тартып жүрсің. Сен тартып жүріп пробкаға тұрасың, нервің кетеді. Сенің экономияң кетеді, мәшинеге май құясың. Сен шаршайсың рухани дүниеден. Экологияны былғайсың, түтін шығарып. Сен болашаққа бару үшін 42 килограммдық салмақты 2 килограммдық электрондық аяқ киім жаса, пробкасыз. Болмаса шапанды ұшатын қып жаса, болмаса жолды жүргізетін қып жаса, сұр еткізіп. Біздің қазіргі жастарға қоятын, жастарды тәрбиелейтін бағытымыз осы. Яна Elon Musk'тер қазір енді айға кетеміз деп жатыр ғой. Жер шарының бағатыны 6 миллиард адам. Қазір 9,5 миллиард адам болып кетті 6 құрлықта. Ай алыстап, күн жақындап келе жатыр. Уақыт тез өтіп жатыр, соған байланысты. Мынандай ұшқан құстай жасанды интеллект деген ол тіпті де тез болады. Оған жаңағы әйелдердің керек жоқ, енді бұдан кейін балаларды соған тапсырамыз, миды соған береміз деп жатыр. Енді оның қорқынышты жері сол адам басқару керек пе, ал интеллект адамды басқару керек бола ма? Ал өзіңнің барлық қабілетіңді оған беріп тастаған кезде ол дербес ойлау қабілетіне жетіп, тіршілік ету, мына тіршіліктен басқа жасанды интеллекттік өмір дүниеге келуі мүмкін. Қорқынышты жері. Ол кезде мыналардың бізге керегі жоқ. Мынадар тамақ жейді, мынадар дүниені былғайтын, мынадар ауырады. Құрта салып оған түк емес қой. Ал одан да қауіптісі ертең соғыс болатын болса, дамыған елдерде қара ниетпен шығатын болса, мына біраз құрлықтағы адамдардың бізге керегі жоқ, жер керек бізге деуі де мүмкін ғой. Сондықтан енді мынандай ғасырда бала тәрбиелеу үшін ол тектогиямызды анау анандай, мынау мынандай, баяғыда қазақтағы бесік, баяғыдағы ат мініп жүру, баяғыда қоста отырып, қара қазанға тамақ жасап ішу дейтін әңгіме емес. Бәсекелесуіміз керек. Ғылымға жетілдіруіміз керек. Ғылымға алдымен өзіміз жетілуіміз керек. Бірақ кереметі әлемдік деңгей, жаңағы айфондардың бірінен 15 шыққан сияқты, бірінен туған балалар бірінен бірі кішісі бірінен озық болып жатыр ғой, кейінгі туғандар. Ол заманға қарай туып жатыр. Сондықтан ол біз ұқсаған кәрілер отырып ап, көнен аңсауымызға келмейді. Алға қарауымыз керек. Мен астрономия деген кітап жазып отырғанда бір ғажап нәрсе бар. Мен ойлайтын ғой енді бір кезде. Құс жолаушы біреу екен ғой деп. Бала кезімізде көрместік қой енді. Аға, бауыр ағараңдап жатады түнде. Жұлдыздарға қарап, айға қарап, айдың толуына қарап, ауа райын бақылап соны. Кейін соны зерттеп жазған кезде ана құс жолының өзінің ар жағында неше мыңдаған құс жолы. Соны түнде жатып ойлайсың, қандай планеталардың астында жатырмыз. Қорқасың. Сосын кейін жаңағы имандылық деп айтылады ғой. Имандылығы сонда келеді. Аналар тіреуі жоқ, немесі жоқ, бірін-бірі тартып, бірін-бірі ұстап, біріне-бірін отырып, аспандағы ғылым, аспанды білмей жерді білуге мүмкін емес екен ғой.
әңгіме қайда жатыр. Жақсы, Болат аға, сүбелі сұхбатымызға сізге алғысымыз шексіз. Сонымен құрметті көрермендер, сұхбатымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы болсын. Рахмет.